Биыл жаз маусымында мектеп оқушыларының 92% демалыс және бос уақытын ұйымдастыру шараларымен қамтылады. Бүгінгі таңда 198 демалыс орындарының реестрі әзірленіп, олардың дайындығын қабылдау бекітілген кестеге сәйкес жүргізілуде. Министрлік тарапынан демалыс орталықтарының әрбір түріне қатысты бірыңғай талаптарды қамтитын әдістемелік ұсынымдар жинағы әзірленіп, әкімдіктерге жолданды. Жинақта жазғы маусымды сапалы ұйымдастыруға қажетті барлық нормативтік құқықтық актілер қамтылған. Сонымен қатар әкімдіктермен бірге демалыспен қамтылатын балалардың тізімін қалыптастыру, демалыс орталықтарының әрбір түріне қатысты бірыңғай талаптарды енгізу, республикалық және өңірлік штабтардың жұмысын ұйымдастыру бойынша шаралар қабылдануда. Сонымен қатар балалардың бос уақытын ұйымдастыру, оларды еңбекпен, туристік, шығармашылық, интеллектуалдық, халықаралық іс-шаралармен қамту бағытында жүргізіледі және республика көлемінде 81,1%-ді құрайды.